Қайырлы күн, достар. Бүгін мен қысқыға өте дәмді қалампыр қосылған помидорлар жабатын боламын. Ол үшін банкамызды алдын ала стерилизовать етіп алғам. Және оған укроп саламын, смородинаның жапырағын, чеснок, қара бұрыш және қалампыр саламын. Сосын үстіне помидорларымды салып, ыстық қайнап тұрған судан құямын. Суды құйып алдым, крышкасын жауып, 10-15 минутқа қойып қоямын. 15 минут өткеннен кейін барлық суын осылай ыдысымызға құйып аламыз. Міне ыдысымызға барлығын суына құйып алдық. Менде 6 банка шықты. Енді соған 6 ас қасық тұз саламын. Тұзын да міне қарай өзіңіз көресіздер. Аздау болса тағы да қосасыздар. Және 6 қасық тұз саламыз. Қалампыр қосылған қызанақтардың дәмі өте дәмді, насыщенный вкус дейді, сондай болады. Бірақ қалампырды көп те қосуға болмайды. Қаншадан қосылғаны астында описанияда жазылып тұрады. Суымыз қайнады, енді барлық банкаларымызға құйып шығамыз. Барлығын құйып шықтым, енді банкаларымызды жауып шығамыз. Жапқаннан кейін тексеріп аламыз, жақсы жабылды ма, ешқай жерінен ағып тұрмай ма, барлығын тексеріп алу керек. Жаңа суымыз қайнағаннан кейін, ыстық суымызды құйғаннан кейін 1 шай қасық толтырмай уксус құямыз. Мында түспей қалыпты. Уксус құямыз. Менде 70% болғандықтан мен толтырмай орта ас қасық қана құйдым. Барлық банкаларымызды жапқаннан кейін орын дайындап, жаңағы жылы төсекше ме, көрпеше ме төсеп, банкаларымызды крышкасымен төмен қаратып, жауып қоямыз бір тәулікке. Міне, барлығын осылай қойып, беттеріне жауып қоямын. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.